Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсел. Бүгін осындай сырты қытырлақ, іші сочный болып тұратын өте дәмді чебуреки дайындаймыз. Картоппен де, етпен де жасасаңыздар болады. Мен бұл жолы етпен жасаймын. Ендеше бірге бастап көрейік. Ең алдымен ыстық қайнаған суымызға сұйық майды және тұзды салып, тұзымыз ерігенше бірге араластырып аламыз. Енді оны ұнға құйып қамыр елейміз. Біздің суымыз ыстық болғандықтан алғашында осы шаншықмен бірге араластырып тұрамыз. Содан соң қолымызбен бірге қамыр елейміз. Біздің қамырымыз осылай дайын болғаннан кейін пакетке салып 20 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Енді чебурекидің осылай салмасын дайындаймыз. Бізге тартылған ет және 3 орташа көлемдегі осындай пияз қажет болады. Пиязды негізінен блендермен өткізіп жіберсеңіздер де болады, езіп. Мен осылай майдалап турап алдым. Осылай үстіне дәміне қарай қара бұрыш және тұзды салып араластырып аламыз. Жиырма минуттан соң осылай қамырды пакетиктен шығарып, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Мен 15 бөлікке бөлдім, шамамен 40 граммнан шықты. Қамырдың бетін жауып, енді біртіндеп осылай ұн себе отырып, жұқалап жайып шығамыз. Мен барлығын осылай дайындап алдым. Арасы жабысып қалмауына қарап тұрыңыздар, мән беріп. Енді осылай қамырдың арасына бір ас қасық тартылған еттен салып отырамыз. Және жұқалап жайып шығамыз. Қасықты баса отырып, жан-жағына тигізіп. Содан соң саусағымызды суға батырып, қамырдың шетіне жағып шығамыз және екі шетін бір-біріне жалғаймыз. Сонда біздің қамырымыз ашылып кетпейді, пісірген кезде ішіндегі салмаларымыз шығып кетпейді. Чебурекиіміз бірдей көлемде әдемі болып шығу үшін шеттерін осылай пышақпен кесіп алдым. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да осылай көрсете кетейін. Әр қамырға осылай бір ас қасық салмадан салып, шет-шетіне дейін жағып шығамыз. Және жан-жағын сумен жағып, қамырды бір-біріне біріктіреміз. Енді қызып тұрған майымызға осылай чебурекиларымызды салып пісіріп аламыз. Біздің газымыздың асты орташадан төмен болу қажет. Қатты отқа қойып қоймаңыздар. Және осылай чебурекидің үстін қасықтап майды құйып тұрамыз. Сол кезде біздің чебурекиларымыздың қамыры көтеріліп, әдемі болып піседі. Екі жағын қызартып, пісіріп аламыз әдемілеп. Міне осымен біздің чебурекиларымыз да дайын болды. Осы әдіс бойынша жасап көріңіздер. Қамыры да жұмсақ, ішіндегі салмасы да сочный болып шығады. Менің үйіндегілерге ұнады қатты. Бір жасағаннан ақ тауысып қойды. Достар, егер менің каналым, видеом ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.